Бұл бейнебаянда Иса әл-Мәсіхтің келуі туралы Құран не дейді? Соған тоқталамыз. Зерттеуге кіріспес бұрын негізгі аспектіні, яғни пікірді атап өту керек. Хадистер, тәпсіршілер мен ислам әдебиеті Иса әл-Мәсіхтің келуі туралы айтуларына қарамастан, Құранның бұл туралы не дейтіні ең маңызды болып табылады. Бұл бейнебаянда Құран аяттарын, одан кейін ғалымдардың түсіндірмелерін келтіріп, берілген мәліметтерді талдайтын боламыз. Иса әл-Мәсих қияметте көктен түседі. Бұл туралы Құранда Зухруф сүресінің 57-ші аятынан бастап 62-ші аяттарында былай делінген. Мәриям ұлын мысал келтіргенде, оған елің қарқылдап күлді. Олар, біздің тәңірлеріміз жақсы ма, не Иса жақсы ма деді. Олардың саған бұны айтулары жанжал үшін ғана, өйткені олар қиқар ел. Ол Иса, біз өзіне игілік берген, сондай-ақ Израил ұрпақтарына бір мысал қылған құл ғана. Егер қаласақ, сендерден періште жаратар едік те, олар орындарыңды басар еді. Күдіксіз ол Иса қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтан оған күдіктенбей маған еріңдер. Міне осы тура жол. Сендерді шайтан тура жолдан тоспасын, өйткені ол сендер үшін ашық дұшпан делінген. Енді ислам ғұламаларының бұл аятты тәсбірлеуіне көңіл бөлейік. Бұл аятта Иса әл-Мәсіхтің қияметте көктен түсетіні туралы айтылады. Ғалымдардың бірі Мойд Сыддық былай дейді. Бұл аятта Иса Мәсіхтің көктен жерге түсуі қиямет күнінің белгісі екенін айтады. Біз Иса әл-Мәсіхтің Құранның пайда болуынан 6 ғасыр бұрын өмір сүргені туралы білеміз. Сондықтан да бұл аятта оның бірінші рет келген өмірі туралы емес, екінші рет ақиретте көктен қайта келуі туралы айтылатынын түсінеміз. Хадистерде Иса әл-Мәсіхтің көктен түсуі бұл күннің жақындауының негізгі белгілері деп айтылады. Демек, оның келуі қиямет мезгілінің басталуының белгісі болмақ. Бұл аяттағы бір сөзді екі түрлі ойдағы пікірмен айтуға болады. Егер алам деп оқылса, мәтінде айтылғандай белгі дегенді білдіреді. Сондай-ақ бұл сөз илім деп те айтылуы мүмкін. Онда бұл сөз білу дегенді білдіреді. Құран аудармашылары мен тәпсіршілері Иса әл-Мәсіхтің екінші рет келуі туралы білуді айтып отырғанымен келіседі. Айта кету керек, бұл түсіндірме пайғамбардың хадисіне негізделген. Сахих ибн Хиббан хадистер жинағы Абдулла ибн Аббастың Аллах елшісінің қиямет мерзімін білу тіркесі Мәрием ұлы Иса әл-Мәсіхтің қиямет күнінен бұрын түсуін білдіретінін айтқаны жеткізіледі. Бұл түсіндірмені Әз-Зухруф сүресінің 61-ші аятында Иса әл-Мәсіхтің қияметте көктен жерге қайта оралуы туралы айтылып ескертетінін кейбір ғалымдар қолдайды. Енді логикалық негізбен түсініп көрейік. Жоғарыдағы келтірген аяттағы үзіндіде Әли Имран сүресі түскен кезде Мұхаммед пен оның қауымы арасында өзара әңгіме болғанын мәлімдейді. Бұл әңгіме туралы біз Құраннан Әли Имран сүресінің 59-шы аятынан оқи аламыз. Бұл аятта былай делінген. Шын мәнінде Алла қасында Исаның жағдайы өзін топырақтан жаратып, сонан соң бол дегенде бола қалған адамның жағдайы сияқты делінген. Зухруф сүресінің 57-ші аятынан бастап 61-ші аяттары түскен кезде Мекке тұрғындары Мәриям ұлын мысал келтіргенде оған елің қарқылдап күлді. Олар, біздің тәңірлеріміз жақсы ма, не Иса жақсы ма деді. Олардың саған бұны айтулары жанжал үшін ғана, өйткені олар қиқар ел. Ол Иса, біз өзіне игілік берген, сондай-ақ Израил ұрпақтарына бір мысал қылған құл ғана. Егер қаласақ, сендерден періште жаратар едік те, олар орындарыңды басар еді. Күдіксіз ол Иса қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтан оған күдіктенбей маған еріңдер. Міне осы тура жол делінеді. Әбу Жафар Мұхаммед ибн Жарир ат-Табари ғалымдардың бұл аяттың мағынасына қатысты келіспеушіліктер болғанын айтады. Күдіксіз ол Иса қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтан оған күдіктенбей маған еріңдер. Міне осы тура жол деген бұл үзіндіде Мұхаммед пайғамбар мен Мекке тұрғындарының арасында туындаған қызу тартыс суреттеледі. Ал Аллах елшісі оларға басқа нәрселермен қатар Исаның шығу тегі туралы да айтады.
Әбу Жафар Мұхаммед ибн Жарир ат-Табари ғалымдардың бұл аяттың мағынасына қатысты келіспеушіліктер болғанын айтады. Алайда оның өзі Иса әл-Мәсіхтің көктен келуі соңғы уақыттың келгенін білуге болатын белгілердің бірі деп санайды. Әт-Табари пайғамбардың 11 сахабасы бұл аятты Исаның келуіне нұсқау деп түсінді дейді. Осы жерде айта кетейік, Исаның белгі екені 3 нұсқада айтылады. Бірінші нұсқасы лә илмун. Бұл қияметтің басталуы туралы білу, немесе Исаның көктен келуі арқылы осы уақыттың келгені туралы біле беруді білдіреді. Басқаша айтқанда, Иса әл-Мәсих келгенде адамдар соңғы уақыттың келгенін біледі. Екінші нұсқа ла аламун. Оның өзі қиямет мезгілінің белгісі екенін көрсетеді. Үшінші нұсқа ла зикрун. Бұл оның соңғы уақытта келетінін еске салуы. Байқағандарыңыздай, 3 жағдайдың үшеуінде де мағына бір. Бұл Иса Мәсіхтің қияметпен байланысы. Сол себепті ислам діни ғалымдарының көпшілігі бұл аяттың Исаның көктен келетінін хабарлайтынына анық сенімді. Зухруф сүресінің 57-ші аятынан бастап 60-шы аяттарында Иса әл-Мәсіх туралы айтылғаннан кейін әрі қарай 61-ші аятында күдіксіз ол Иса қиямет мезгілінің белгісі, сондықтан оған күдіктенбей маған еріңдер, міне осы тура жол дейді. Ислам әдебиетінде бұл аяттың Исаның жерге қайта оралуы мен бұл оқиғаның аяқталатыны туралы арнайы жиі айтылады. Өйткені алдыңғы мәтіндерде де осы туралы айтылады, және бұл оқиғаның қорытындысы. Құран аудармашысы Абдулла Юсуф Али аяттардағы айтылған ойды жақшадағы сөздермен толықтырып, оны күдіксіз Иса әл-Мәсих қиямет мезгілінің басталуының белгісі деп аударады. Дегенмен бұл Иса әл-Мәсих туралы емес, әл-Мәғди туралы екенін алға тартатындар да бар. Мысалы Ибн Хажар былай деп жазады. Мұхатил ибн Сүлеймен және оның соңынан ерген сүнни тәпсіршілері күдіксіз ол қиямет мезгілінің белгісі аятының әл-Мәғдиге қатысты түсірілгенін айтады. 43-ші сүренің 61-ші аятындағы арабша ху сөзі ол, яғни ол белгі деп аударылған. Дегенмен бұл сөзді адамға да, жансыз заттарға да қолдана береді. Дәл осындай ху сөзі Иса Мәсіхті адам баласына белгі деп ху сөзінің жансыз затқа қатысты айтылмағанын айқындап, Иса Мәсіхті белгі ретінде баяндап ұқсастық пен сәйкес келетін Мәрям сүресінің 21-ші аятынан көреміз. Бұл аятта Иса бүкіл адамзат үшін бір үлгі, яғни белгі деп аталады. Ол солайша деді, өйткені Раббың бұл маған оңай, мен тараптан адам баласына бір үлгі, әрі бір мәрхамет, бұл біткен бірісі еді, делінген. Бұл аяттан Иса әл-Мәсіхтің адам баласына бір үлгі, әрі мәрхамет, яғни белгі, және Аллахтың рахымы екенін, және бұл біткен бірісі еді, делінген. Яғни бұл әуел бастан жоспарланып бекітілген мәселе екенін көреміз. Исаның дүниеге келуі Аллахтың жоспары еді. Осыған сүйене отырып, біз өзімізге ол бірінші рет келгенде не үшін келді деп сұрақ қоюымыз керек. Ол бірінші рет келген кезде адам баласына белгі болып келді. Екінші рет келетін кезде де көктен жерге бүкіл адамзат үшін белгі болып келеді. Сондықтан да бұл мәтінде айтылған хабарды осылай түсіну қисынды. Демек, ху, яғни ол сөзі Исаға қатысты деп аударылуы белгі ретіндегі дәйекті әрекет. Бұл әдіс басқа да мәтіндерде бұрыннан қолданылған. Ғалым әл-Каутариде өз ұстанымын араб тіліндегі ху сөзіне сүйене отырып, алдыңғы аяттарда баяндалғандықтан бұл есімдік Исаға қатысты деп есептейді. Араб тілінде мынадай ереже бар. Есімдік бірнеше есімнен кейін келсе, ол есімдікке жақын есімді білдіреді. Бұл үзіндіде Иса есімі есімдікке ең жақыны екені даусыз. Ал шын мәнінде бұл үзінді түгелдей соған арналған. Сондықтан Құран тәпсіршілерінің көпшілігі бұл есімдіктің Иса әл-Мәсіхке қатысты екеніне сенеді. Сондықтан ол қияметтің белгісі деп жазады. Тәпсірлеуші Ил-Малили Мухаммад Хамди Язир былай деп жазады. Күдіксіз ол Иса әл-Мәсих қияметтің келетінін, өлілердің қайта тірілетінін хабарлайтын қиямет белгісі.
Иса әл-Мәсіхтің екінші рет келуі және өлілердің қайта тірілуінің кереметі, яғни мұғжизаларды жасауы қиямет күнінің шынайы екенін дәлелдейді. Хадистердің айтылуынша оның келуі қиямет күнінің басталуының белгісі делінген. Иса әл-Мәсих Құран түскенге дейін 6 ғасыр бұрын өмір сүрген. Сондықтан, әз-Зухруф сүресінің 61-ші аятындағы мәтінін Исаның бірінші келуіне жатқызып, және оны қиямет күнінің белгісі деп санай алмаймыз. Бұл мәтінде Иса әл-Мәсих ахиретте, яғни қиямет күніне дейінгі соңғы уақытта қайтып келетіні туралы айтылады. Бұл тұрғыда оның қайта оралуы қияметтің жақындауының белгісі. Бұл ғалымдардың Иса Мәсіхтің екінші рет қияметте келуіне қатысты деп есептейтін негізгі мәтін. Бұған қоса ғалымдар оның екінші рет келуі туралы айтылатын басқа да аяттардың бар екенін айтады. Бұл аяттар туралы келесі бейнебаянда қарастыратын боламыз.